Құдайға телефон соққан бала. Киімі таза жігіт, қалта телефонмен әлдекіммен сөйлесіп келе жатып, бейтаныс ауланың маңына аялдаған еді. Сол арада ойнап жүрген балалардың бірі мұны көре сала ағатайлап қасына жетіп келді. Аға, сіздің телефоныңыз iPhone ба? Иә, солай. Артында жарталманың суреті бар ғой, да? Иә, бар екен. Онда маған iPhone-ыңызды бере тұрасыз ба? Ей, оны не қылайын деп едің? Неге? Менің телефоным? Өйткені сіздің телефоныңызбен барлық жермен сөйлесуге болады. Ең кіші телефон ғой iPhone деген, деп балақай ойнап жүрген бір досын дауыстап шақырды. Сәмік, Сәмік, бері кеш, мына қайда сен айтқандай телефон бар екен. Бет аузы ойын қызған күйелеш болған жас шамасы 6-лардағы қағылез бала шауып келді. Сен айтқан телефон осында емес пе? Қараш, деді бала досының жеңінен тартып. Алмасы бар ма? Алтын түстес пе? Деп пысық бала мұның қолындағы телефонды көргісі келіп бара жатыр. Иә, бәрі сен айтқаныңдай. Бұл iPhone ғой, дейді бірінші балақай. Онда осы телефон, дәл өзі. Саған керегі де осы iPhone, деп ол бала қайтадан ойын алаңына жүгіріп кетті. Ағай, iPhone-ыңызды 1 минутқа, тіпті одан да аз уақытқа бере тұрасыз ба? Сөйлесейін деп едім. Өте маңызды бір шаруамды айтуым керек болып тұр. Ал бұл маңайда біздің көршілерімізде сіздікінде телефон жоқ. Өтінем, бересіз бе? Деп жалына сұраған балаға телефонына сондай мән беріп, жолын бөгеген бұл жағдайға әлі түсінкіремей таңғалған жігіт ағасы не дерге білмей күлімсірей берді. Қызық екен, сөйлесу үшін кез келген телефон жарай береді емес пе? Неге міндетті түрде менің телефоным керек бола қалды? Ой, ағай, сіз түсінбейсіз. Өйткені өзіңізде осындай мықты телефон болғасын мән бермейтін боларсыз. Сәмік айтады, басқа телефондар әлсіз, жарамайды деп. Тек сіздікіндей iPhone керек, iPhone. Әйтпесе, мен сізге бұлай жабыспаймын ғой. Бар болғаны 1 минутқа, жоға, 6 минутқа. Ағатай, өтінем, осы арада сөйлесемін. Қорықпаңыз, алдамаймын, беріңізші енді. Егер алдап алып, қашып кетеді десеңіз, міне, менің үйім. Тіпті мен сөйлесіп болғанша қолынан ұстап тұрыңыз. Жақсы балақай, ала ғой. Өзің мұны пайдалану білесің бе? Жоқ, білмеймін. Ұстап та көрмедім. Сіз маған көрсетіп бермейсіз бе? Көрсетейін. Сонда кімге телефон шаласың? Ол кісінің нөмірін білесің бе? Айта ғой, мен тезірек беріп теріп берейін. Аға, нөмір жоқ. Ендеше қалай сөйлеспексің? Қазір ағатай, мен сұрап қайтайын. Сәмік, Сәмік, деп бала тұра шапты. Алдыңғы баламен сөйлесіп, қайтадан жүгіріп кетті. Аға, нөмірдің қажет жоқ дейді. Осы телефон қосылу болса болды. Өйткені бұл iPhone ғой, өзің ішінде функциясы бар дейді. Сөзіңді айта бересің, ол естиді. Солай деп Сәмік досым айтты. Беріңіз, мен тезірек істейін, деп балақай ентіге дем алды. Күтпеген тұстан пайда бола қалғандай, жолын бөгіп, телефонын сұрап қоймаған бұл бейтаныс пысық баланың қылығына қайран қалып, жолынан қалған адам сағатына қарады. Мен біраз уақыт жоғалттым. Бәлкім, келесі жолы, деп баланың бұл ісін ойынға балаған азамат кетуге ыңғайланды. Ағатай, сіз кетсеңіз мен шешем ауруына жазылмай қалуы мүмкін, деп шыр ете түспес бар ма баланың. Сіз сәл күтсеңіз, мен тез айтамын да, телефоныңызды қайтарамын. Мұны естіген соң бұл адам шошып кетті. Қалтасына салған телефоным суырып қосты да балаға ұстатты. Бала оң қолына телефонды алып, сол қолын ағайының алақанына барып ұстай алды. Сосын әдемі телефонды кішкентай уысына сыйғыза алмай, сәл қызықтап тұрып алған бала оны құлағына жаймен апарып. Алло, Алла тағала, менің атым Жомарт, жасым 5-те. Сәміктің досымын. Менің саған айтайын дегенім бар ғой. Менің мамам қатты ауырып ауруханада жатыр. Оған бүгін бе, ертең ме ота жасайды дейді. Әкем соны уайымдап отыр. Егер мамам үйге оралмаса, онда біз
жетім қаламыз ғой. Қарындасың Қарлығаш әлі кішкентай. Сен біздің мамамыз ауруынан жазып жіберші, өтінемін. Үйде мамам болмағасын жөндеп тамақты іше алмай қалдық. Әкем күндіз жұмыста, ол дұрыста тамақ істей алмайды. Оған анамсыз өте қиын болып жүр. Мен бір жақсы ағайдың айфонымен айтып тұрмын. Егер қажет десең, жауапты сол кісіге айтарсың. Ол аға қазір менің қасымда тұр. Аға өте сыз. Онсыз да мен уақытын алдым. Рахмет саған. Мамамды тезірек емдеш, біз күтеміз. Сен Алласың ғой, қолыңнан бәрі келеді. Жақсы, енді мен саған телефон шала алмаймын. Себебі менде мұндай телефон жоқ. Деп жылдамдатып сөйлеп, телефонды иесіне ұсынғанда-ақ жағалы азамат көз жасына ие бола алмай үнсіз егіліп тұрды. Иә, бұл адам Жомарт пен Қарлығаштың анасы жатқан аурухананың хирургы болатын. Баладан шешесінің аты жөнін сұрап, өзіне мұқият жазып алды. Және кетерінде баланың басынан сипап былай деді: Жомартжан, сен өте жақсы боласың. Сенің достарыңды тамаша. Алла тағала сенің сөзіңді естіді деп сенемін. Және қарындасың екеуің жетім қалмайсыңдар. Олай ойлама, Алла саған сөзсіз жауап қайтарады. Оны мен саған өзім міндетті түрде хабарлаймын. Жақсы ма? Ал қазір бара ғой. Айтпақшы, мә, мына ақшаға достарыңмен бірге балмұздақ алыңдар. Сөйте ғой, бар енді, бар. Деп даусы дірілдеп, көздің жасын жеңімен сүртіп, үйдің тасасына сіңе берді. Жомарт қолындағы теңгеге бір үні жарықшақтанып, толқып кеткен ағайының кеткен жағына бір қарап тұрды да артынан айқайлады: Ағай, сізге көп рахмет. Сіз өте жақсы адамсыз. Үй тасасындағы дәрігер баланың бұл сөзін еміс болса да естіді. Естіген бойда жылап жіберді. Және де соңынан бір жымиды. Тағы жылады. Жомарт бұл сәтте достарына қарай тұра шапты. Балалар, жаңағы жақсы ағай бізге балымызды алыңдар деп ақшаға тастап кетті. Міне, кеттік деп мәз. Балалар да олап-шолап қуанып, оның артынан жүгірді. Сәмік дейтін естиярлауа Жомарт, ол кісі шынымен де жақсы кісі екен. Құдаймен сөйлесуге айфонын берді. Енді сенің мамаң тәуір болып кетеді, деп дауыстайды. Барлығы көшені бастарына көтере, алақайлап жүгіріп барады. Арарда бірер күн өткенде балалар тілмен айтқанда жақсы ағай, яғни дәрігер Тәңірберген Дулатұлы Жомарттың үйін іздеп келді. Балалар аулада жүр екен, бірақ араларында Жомарт жоқ. Сәмік, сенің атың солай ма еді? Саматпын ағай. Жомарт үйінде қарындасын бағып қалды. Ал әкесі Қанат аға ауруханаға кеткен. Білемін, маған пәтерін көрсетші, деп дәрігер Саматтың соңынан ілесті. Есіктің қоңырауын басқан Самат дауыстап жатыр: Жомарт! Ей, Жомарт! Саған жақсы ағай келіп тұр, есігіңді аш. Есік ашылғанда табалдырықта 2 жасар қарындасын жетегіне алған Жомарт тұр. Жүзінде таңданыс бар. Жақсы ағайдан жақсы хабар күтіп тұрғаны көзінен көрінеді. Ағайы көп күттірмеді. Жомарт балам, сендердің аналарының жағдайы жақсы, отаны шүкір өткерді. Қазір оңаша палатада демалып жатыр. Жанында әкеңіз бар. Ештеңеге алаң болмаңдар, деп Қарлығаштың басынан сипады. Жақсы ағай, сіз бұның бәрін қайдан білесіз? Сіздің Алла жұмсады ма? Маған осының бәрін айтып бар деп. Иә, Жомарт, иә, өзі де солай. Жарайды, мен барайын. Айтпақшы, мына телефон сенде болсын. Саған сыйлығым, сау болып тұрыңдар, деп дәрігер кішкентай Қарлығаштың шашынан және бір сипап балаға телефонын ұстатты. Енді бұрылып үйден шыға бергенде балалардың әкесі де келіп қалды. Тәңірберген Дулатұлы, сіз мұндасыз ба? деп таңырқап жатыр. Иә, мен осы арадан өтіп бара жатқанмын. Балаларыңыз ата-анасының амандығын айтып, сау-саламат болыңыздар. Жұбайыңыз жазылып, кеткенше 1 айдай болатын болар. Бәрі жақсы болып жатса, үйге шығарамыз. Келіп тұрасыз ғой әзірге, деп шығып кетті. Самат та оның алдына түсіп алып, әлденелерді айтып шауып барады. Әкетай, жақсы ағайды сіз қайдан білесіз, деді Жомарт. Неге білмеймін? Білемін. Ол сендердің мамаларының ота жасаған дәрігер. Өте жақсы адам, бәрі бақтайды. Қолы алтын хирург дейді.
Құдай жар болып сендердің шешелерің осы кісінің қолына түсті. Тәжірибелі дәрігер екен. Адаммен сөйлесуінің өзі бөлек. Дәрігер? Мә, солай ма? Ол ағай деген маған Аллаға анашым жайын айтып, көмек сұрауыма мына айфонын берді. Бұл қазір сенде қайдан жүр? Қымбат дүние ғой өзі. Қалай дейсің? Айфон дейсің бе? Ат әдемі екен. Айдан басталатын бір түрлі қазақта естіледі. Менің ай күнімдей деп әкесі ұлының сөзін бөлді. Оның неде жатқан жөнді ұқпағандай кейіп танытады. Жақсы ағай, жаңа келгенде сыйлап кетті. Енді сен ауыра қалсаң да, осы телефонмен Құдайға хабарласамын. Енді біздің үйде ешкім ауырмайды. Құлыным-ай, телефонмен Құдайға хабарластым деймісің? Деп әкесі ілкі сөздің ұшығын санасынан енді өткізіп, алтындай жарқыраған телефонды қолына алып, әрі-бері аударып қарады. Әке, осы телефонмен Аллаға анамы жайлы айттым. Ендеп тезірек үйге жүрші дедім. Сөйтсем, бұл айфонның иесі анама ота жасайтын дәрігердің өзі екен. Әке, енді анашым үйге келеді емес пе? Солай ғой да? Құлыным, ақылыңнан сенім. Қарлығашым, ботам менің. Жүріңдер, табалдырықта не қып тұрмыз? Ертең бәріміз мамаларыңа барамыз. Екеуіңді көріп қуанып қалсын деп, әке жүрегі елжіреп, көңілі босады. Қолындағы жылтырақпен Құдайға телефон шалдым дейсің бе, баламай? Өтуге болады ма екен? Деп сөйлеп, басын шайқап күліп барады. Шіркін-ай, періште бейіл құлындарым-ай, жасаған сендердің осы бейкүнә болмыстарыңа бола ай күніме өмір сыйлаған шығар. Баламысың деген. Аллаға телефон шалуға болады ма? Періште жүрек-ай. Әйтсе де, айфон, ай күн. Қызығы, шабартым менің. Сенің періштеніңді естіген Алладан айналдым, деп те ойлап, Қанат әке бәріне шүкір қылды. Осылай әңгіменің соңы бітеді. Бұл оқиғаның қиюы келісіп, әдемі өрілі Қазекемнің Құдайсыз қурайсынбайды деген сөзінің тағы бір дәлелі, ойлыға ғибрат екен. Егерде сіздерге әңгіме ұнаса, арнаға қолдау ретінде лүпілдеріңізді басып, тіркеліп қойыңыздар.